Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мынау сабыр туралы айтатын болсақ, Алла Тағаланың көркем 99 есімі бар. Сол есімнің ең соңында келген бір есім бар. Ол ас-сабур деп аталады. Сабырлы деген мағынаны береді. Яғни бұл Алла Тағалаға тиесілі есім. Ең соңында келіп тұр. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Аср сүресінде Алла Тағала «Иллаллазина аману», яғни бүткіл адам баласы зиянда дегеннен кейін зиянда емес адамдарды бөліп алады. Олардың біріншісі «Иллаллазина аману», иман еткендер, «Уамилу солихати», салихал амал жасағандар, «Ватавасо бил хаққи», жақсылықты, ақиқатты бір-біріне үгіттескендер, «Ватавасо бис собр», ақиқатпен сабырды үгіттескендер бұдан бөлек дейді. Бұл дегеніміз сабырлықтың дініміздегі алатын орны өте жоғары маңызға ие. Сол үшін де Исраил Сапарбай айтады, сабыры сарқылған адам сенімін жоғалтады дейді. Ал сенімін жоғалтқан адам өзін жоғалтады дейді. Сол үшін Алла Тағала баршамызға сабырлықты ту етіп ұстап жүруді нәсіп етсін. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.